барлықтарыңызға қайырлы күн, үйде қайырлы күн шығар енді. Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Енді Астанаға келгелі былайсыз дискурсқа шықпадым. Негізі әдемі жайғасып өз-өзіме демалып кайф болып жүрмін негізі. Кайф қалай тұр Астанада? Бірақ сәл кешке таман суықтығы болмаса. Бұйыртса қазір бір күшті киноның предпоказына шығып жатырмыз жолға. Әйтеуір жақсы деп жатыр енді. Сол осылай киіндік, қара өзіме ұнап жүр, соны бір-екі күн оқып. Десе, погодасы құбылмалы екен. Прям ұсып тұрып жамыр жауа салады. Біздің Алматы, Шымкент жақтар енді қатты сылатқан шығар. Астана ұнап жатыр маған. Қалам бадақ қоям Астанада. Сол короче. Ал достар, мен таңертең сториске шығып одан кейін жоқ болып кеттім. Біз келіп, маталарымызды алып, енді қайтып бара жатырмыз. Негізі базар сағат 7-ге дейін, 8-ге дейін жұмыс жасаса вообще күшті болатын еді. Үлгере алмадық. Мен тамағымды ішіп алып, енді Чодан базарына шықтым. Индрайвермен. Бұл жақта, кстати, біздің сүйікті индрайверіміз бар. И таксидің бағасы қатты қымбат емес. Баратын жермен қатты алыс емес, бірақ сонда да бізде Алматыда 500 теңгемен тек қана автобусқа міне аласың, и то не факт. Сол, кстати, Вьетнамда барлығы арзан екен ше. Алматыға келе бергенше, одан да Вьетнамға көшсеңіздерші, оқуы да жақсы, медицинасы да жақсы. Итак, біз Алматыға сыймай жүрміз. А тут деген өте қонақжай, қараңыздаршы, қандай қыс болмайды, жер көп. Менің кеңесім. Бір-екі сәттер қалып кетті, енді оны тігіп, примерно уже бітейін деп жатқан кезде тағы бір келіп кетем. Содан кейін барып аламыз. А то уже все жабылды, короче. Но керекті маталарымызды главное алдық. Андай тастар, бір сондай майда шүйделер қалған. Но крупный нәрселерді главное алып кеттік. Соған да шүкір. Ал біз қайттық.